Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, сіздермен бірге биологияны жетік меңгерем онлайн курсы және оның авторы Шәкәрімова Қалымқожа. Құрметті оқушылар, біз 10-шы сынып тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік тарауын қарастырамыз. Оның ішінде бүгін өтетін тақырыбымыз бұл тұқым қуалаушылықтың цитологиялық негіздері, дигибридті будандастыру, тәуелсіз ажырау заңдары, жыныс пен тіркес тұқым қуалау және хромосомалық теорияны қарастырамыз. Яғни қарап отырсаңыздар өте ауқымды, сондықтан аса мұқият болыңыздар. Бірақ бұл тақырыптармен біз 9-шы класста оқыған болатынбыз, сондықтан қайталау іспеттес деп те айтуға болады. Жалпы естеріңізде болатын болса, будандастырудың екі түрі болған: моногибридті және дигибридті. Моногибридті будандастыру дегеніміз бір белгісі бойынша ажыратылған дараларды будандастыру. Осы моногибридті будандастыруға байланысты тұқым қуалаушылықтың негізін қалыптастырған Грегор Менделдің екі заңы болған. Бірінші заңы бойынша бұл біркелкілік заңы деп аталады. Енді сол заңды есімізге түсіріп өтейік. Моногибридті будандастыруда бірінші ұрпақ фенотипі және генотипі бойынша біркелкі болады. Естеріңізде болатын болса, сары түсті асбұршақ пен жасыл түсті асбұршақ будандастырғанда бірінші ұрпақ бәрі сары болды. Және гетерозиготалы, яғни моногибридті будандастыруда алынған бірінші ұрпақ фенотипі де генотипі де жағынан біркелкі. Бұл біркелкілік заңы. Енді естеріңізде болатын болса, Менделдің екінші заңы. Онда біз осы гетерозиготалы дараларды өзара будандастырғанбыз. Ол кезде ажырау жүрген болатын. Алынған ұрпақтың үшеуі сары, біреуі жасыл болған. Яғни ажырау жүрді. Сондықтан Менделдің екінші заңы ажырау заңы деп аталады. Онда моногибридті будандастыруда бірінші ұрпақты өзара будандастырғанда фенотипі бойынша 3-1-ге, генотипі бойынша 1-2-ге және 1-ге қатынасында ажырау жүреді. Сонымен Менделдің бірінші заңы біркелкілік заңы, Менделдің екінші заңы ажырау заңы деп аталады екен. Оқушылар, енді сіздермен біз гаметалардың тазалық ережесін талдаймыз. Гаметалардың тазалық ережесі ол гетерозиготалы күйдегі генде әртүрлі аллельдер, яғни доминантты және рецессивті аллельдер бір-бірімен араласып кетпейді, олар таза күйінде сақталады. Мысалы үшін, енді оны қалай дәлелдейміз? Осы гетерозиготалы дараларды өзара будандастырғанда біз 3-1-ге қатынасында фенотипте ажырау жүрді. Бұл сонда рецессивті белгі гетерозиготалы күйде жойылып кеткен жоқ, ол сақталды таза күйінде. Ол екінші ұрпақта 3 доминантты, 1 рецессивті түрде болып көрінді деген мағынаны білдіреді екен. Енді талдаушы будандастыру. Талдаушы будандастыру доминантты белгісі бар дараның генотипі белгісіз болған жағдайда жүргізіледі, яғни генотипін анықтау мақсатында. Ол үшін сол генотипі белгісіз дараны рецессивті гомозиготалы белгісі бар дарамен будандастырады. Егер осы бірінші ұрпақта, алынған ұрпақта барлығы бірдей болатын болса, онда ол гомозиготалы доминантты, яғни бұпшық деген сөз. Ал егер оның жартысы рецессивті, жартысы доминантты болса, онда гетерозиготалы деген мағынаны білдіреді. Сонда талдаушы будандастыру рецессивті гомозиготалы дарамен будандастыру арқылы біз ағзаның генотипін анықтау мақсатында қолданады екенбіз. Егер алынған ұрпақтың барлығы біркелкі болса, онда анықталып отырған дара гомозиготалы доминантты. Ал егер жартысы бөлек болса, гетерозиготалы болып есептеледі екен. Оқушылар, енді дигибридті будандастыруды талдап өтейік. Есімізге де түсіріп өтеміз. Негізінде сіздер білесіздер. Дигибридті будандастыру дегеніміз екі белгісі бойынша ажыратылған дараларды будандастыру. Мендел өзінің тәжірибелерінде сары тегіс асбұршақты жасыл бұдыр асбұршақпен будандастырады. Сонда бірінші ұрпақта сары түспен тегіс доминантты болғандықтан сары тегіс дараларды алады. Бұл дигетерозиготалы, үлкені кішкентайы, үлкен кішкентай бі. Нәтижесінде осы алынған дигетерозиготалы сары тегісті өзара будандастырады. Сол кезде бізде 4 түрлі генотип алынады екен. Оның 9-ы сары тегіс, 3-і сары
сары кедір, үшеуі тегіс бұдыр болады екен, ал енді біреуі жасыл кедір. Енді көріп отырсаңыздар, бізде бастапқыда барлығы сары тегіс болған және жасыл бұдыр болған. Сонда бізде жасыл тегіс деген шықты. Яғни бұл жерде ағза бір белгісін әкесіне, бір белгісін анасынан алды. Немесе жасыл жасыл тегіс немесе сары бұдыр деген шықты. Яғни бұл тәуелсіз ажырау жүрді. Сонда Менделдің үшінші заңы, генетиканың үшінші заңы, бұл тәуелсіз ажырау деп аталады. Бұл кезде дигибридті будандастыруда екінші ұрпақта белгілер жаңадан үйлесім түзеді. Яғни бұл ағза бір белгіні анасынан, бір белгіні атасынан алады. Яғни, мысалға атын болсақ, бағана айттық қой, сары тегіс, жасыл бұдыр деп. Енді екінші ұрпақта бізде сары бұдыр шықты, тегіс жасыл шықты. Яғни бұл кезде жаңадан үйлесім түсінді. Сонда Менделдің үшінші заңы тәуелсіз ажырау заңы деп аталады екен. Оқушылар, енді жыныс пен тіркес тұқымқуалау деген терминді талдаймыз. Жалпы естеріңізде болатын болса, адамда хромосомалар аутосома және жыныс хромосомалары деп бөлінген. Аутосома жынысты анықтауға қатыспайтын хромосомалар, ал жыныс хромосомалар жынысты анықтауға қатысады. Жыныс хромосомалары XY болатын болған, осы XY жыныс хромосомалары арқылы тұқымқуалауды біз жыныс пен тіркес тұқымқуалау деп атайды екенбіз. Естеріңізде болатын болса, әйел адамдарда XX хромосома, ер адамдарда XY хромосома. Осы жыныс пен тіркес тұқымқуалауды зерттеген ғалымдардың бірі Томас Морган. Ол өзінің тәжірибелеріне дрозофила шыбынын алған екен. Осы Томас Морган тек қана жыныс пен тіркес тұқымқуалауды зерттеген жоқ, сонымен қоса тұқымқуалаудың хромосомалық теориясында анықтаған. Ол осы екі тәжірибеге де дрозофила шыбынын алған. Не себепті дрозофила шыбыны? Себебі дрозофила шыбынында бар жоғы 8 хромосома бар екен. Және оның өмір сүру ұзақтығы өте аз, 10-12 күн. Және ұрпақ саны өте көп. Өздеріңіз білесіздер, шыбындар көп ұрпаққа келеді. Сонымен қоса олардың бір-бірінен айқын ажыратылатын түрлері көп екен. Яғни, жыныс пен тіркес тұқымқуалау дегеніміз XY хромосомалары арқылы белгілердің берілуі деп аталады. Естеріңізде болатын болса, 9-шы сыныпта жыныс пен тіркес тұқымқуалайтын белгілердің қатарына гемофилия мен бізде дальтонизм ауруы осы арқылы тұқымқуалайды дегенбіз. Құрметті оқушылар, енді крис-кросс тұқымқуалау деген терминді талдаймыз. Крис-кросс тұқымқуалау дегеніміз жыныс пен тіркес тұқымқуалау барысында белгілердің анадан ұлына, әкеден қызына берілуі. Яғни, бұл жерде белгі көбінесе осылай жүзеге асады екен. Әкеден ұлға, білесіздер, Y хромосома беріледі, ол әкеден белгілі бір ауруды ала алмайды екен. Ал мына дальтонизм ауруын талдайық. Бұл жерде суретке назар аударсаңыздар, дальтонизм белгісін тасымалдайтын әйел мен дені сау еркек үйленген. Олардан 4 түрлі бала туылуы мүмкін екен. Яғни бұл жерде X үлкенді, X кішкентайды, бұл ауру емес, бірақ тасымалдаушы әйелді, яғни кішкентайды деген тасымалдаушы әйелді беріледі. Ол неге ауырмайды? Себебі онда үлкенді деген тұр, ол ауру дегенді білдірмейді. Үлкенді болса, ол дені сау, бірақ онда тасымалдаушылығың белгісі бар. Содан ешқандай ауырмен ауырмайтын ер адамға үйленді. Бұл XD, Y. Яғни бірінші балалары, олардың қыз бала, онда XD үлкенді, X үлкенді. Бұл дені сау әйел. Екінші бұларда XD үлкенді, X кішкентайды. Бұл тасымалдаушы әйел. Онан кейін X үлкенді және Y. Бұл дені сау кім болып шықты? Ұл бала, Y болғандықтан. Келесі X кішкентайды, Y бұл ауру, дальтонизм аурумен ауыратын ұл бала. Сонда крис-кросс дегеніміз, балалар, естеріңізге сақтаңыздар, тіркес тұқымқуалау барысында белгілердің әкесінен қызына, анасынан ұлына берілуі екен. Бұл крис-кросс арқылы дальтонизм және гемофилия ауруы осылай беріледі екен.
Құрметті оқушылар, енді біз сіздермен хромосомалық теорияны қаластырамыз. Хромосомалық теорияның негізін қалаған ғалымдар кім екенін соны қарастырамыз. Ең бірінші өздеріңіз білесіздер, хромосома ол бізде тұқым қуалаушылықты қамтамасыз ететін құрылымдар, ядрода орналасқан. Оның ішінде гендер бар. Йоганссон атты ғалым ген деген терминді енгізген екен. Енді осы хромосомалық теорияның ұсынған ғалымдар Сетсон мен Бовери екен. Ал хромосомалық теорияны дрозофила шыбынына тәжірибе жасай отырып дәлелдеген ғалым Томас Морган екен. Сақтаймыз, хромосомалық теорияның авторы Томас Морган. Енді жынысты анықтаудағы хромосомалардың рөлін сипаттаған Вилсон екен. Сонымен терминді енгізген ген деген Йоганссон, жалпы хромосомалық теорияны ұсынған Сетсон мен Бовери, ал осыны хромосомалық теорияны дәлелдеген Томас Морган. Ал жынысты анықтаудағы хромосомалардың рөлін сипаттаған Вилсон екен. Құрметті оқушылар, енді біз сол Томас Морганның тәжірибелерін сипаттайтын боламыз. Жалпы айттық қой, Томас Морган хромосомалық теорияны дрозофила шыбынына тәжірибе жасау арқылы дәлелдеген. Неге дрозофила шыбынын бағана айтып өттім? Азғантай ғана хромосомасы бар 8, және олар өте тез будандасады, азғантай өмір сүреді, және тез көбейеді, бір-бірінен ажыратылған даралары көп екен. Енді Томас Морган өзінің тәжірибесінде екі белгіні зерттеген екен. Ол дрозофила шыбынының сұр түсі, екі түсті анықтаған, сұр және қара, және қанаты жетілген және жетілмеген. Бұл жағдайда сұр түсті жетілген қанат доминантты, қара және жетілмеген қанат рецессивті. Ол былай істеген екен. Сұр түсті жетілген қанатты дрозофила шыбынын қара түсті жетілмеген шыбынмен будандастырады. Менделдің заңына сәйкес бірінші ұрпақ бәрі біркелкі сұр түсті жетілген қанат болады. Нәтижесінде осы алынған сұр түсті жетілген қанатты дараларды өзара будандастырады. Сонда 41,5% сұр жетілген, 41,5% қара жетілмеген, 8,5% қара жетілген, 8,5% сұр жетілмеген қанатты даралар шыққан екен. Енді қарап отырсаңыздар, бізде бұл жерде сұр деген, бізде бастапқыда сұр жетілген қанат болған. Бірақ екінші ұрпақта сұр түсті жетілмеген дара 8,5, қара түсті жетілген дара 8,5. Яғни 17% ұрпақ мүлдем ата тегіне ұқсамаған ұрпақ шыққан. Неге? Себебі жынысты көбею барысында мейоздық процесс кезінде хромосомалардың арасында кроссинговер жүрді. Яғни хромосомалар ұқсас бөліктермен айқасты. Гаметаларда хромосомалардың айқасуы жүріп, жаңадан үйлесім түзді. Яғни жалпы хромосома гендерден тұрады. Гендердің екі тұқым қуалау принципі бар екен. Біріншісі тіркесіп тұқым қуалау, яғни бірге. Екіншісі айқасу, яғни хромосомалардың арасында ұқсас бөліктермен алмасу жүреді. Оны біз кроссинговер дейміз. Сөйтіп кроссинговер жүрген уақытта ата тегіне ұқсамайтын 17%-дық даралардың пайда болуы жүрді. Сонда гаметалар екіге бөлінеді екен. Кроссоверлі емес. Кроссоверлі еместе гендер тіркесіп тұқым қуалайды. Ал кроссоверліде гендердің арасында айқасу жүреді екен. Жаңағы 17%-ымыз бұл кроссоверленген гендер, ал 83%-ымыз кроссоверленбеген гендер екен. Яғни егер хромосомада гендер бірге тұқым қуаласа, ол тіркесу, ал хромосомада гендер айқасса, ол кроссоверлену деп аталады екен. Ол 17%-дің ата-анасына ұқсамайтын даралардың пайда болуы осы кроссоверленудің мысалы болып табылады екен. Құрметті оқушылар, енді біз сіздермен хромосомалық теорияның негізгі қағидаларын талдаймыз. Біз айтқанымыз, хромосомалық теорияны ұсынған ғалым
Томас Морган дрозофила шыбынына тәжірибе жасап, оның бірінші қағидасы: хромосомада гендер түзу сызық бойымен орналасқан. Бір хромосомада орналасқан гендер тіркесу тобын құрайды. Тіркесу тобы хромосомалардың гаплоидты жиынтығына тән. Мысалы үшін, адамда 23 хромосома болса, онда гаплоидты жиынтығы. Оларда 23 тіркесу тобы бар. Ұқсас хромосомалардың арасында алмасу жүреді, немесе кроссинговер жүреді. Хромосомаларда гендер бір-біріне, гендердің ара қашықтығы айқасу жиілігіне тура пропорционал. Егер хромосомада гендер неғұрлым алшақ орналасса, оның кроссоверленуі көбірек болады. Ал хромосомада гендер бір-біріне жақын орналасса, олар тіркесіп тұқым қуалайды екен. Жалпы алғанда, осы кроссоверлену жиілігі деген ұғым бар. Кроссоверлену жиілігін біз қалай анықтаймыз? Жалпы кроссоверленген гендерді біз 100-ге көбейтеміз және барлық гендердің санына бөледі екенбіз. Сөйтіп біз қанша пайызы гендердің айқасқан кроссоверленгенін анықтаймыз. Енді осы хромосомадағы гендердің ара қашықтығын өлшеу үшін бізде Марганайда деген термин қолданады екен. Бұл Марганайда деген Томас Морганның құрметіне. Бір Марганайда екі геннің арасындағы кроссоверленудің 1% жиілікпен жүруіне сәйкес келеді екен. Сонда 1% кроссоверлену 1 Марганайда. Сонымен хромосомалық теорияның негізгі қағидаларын талдадық. Түзу сызықта орналасқан, егер гендердің ара қашықтығы кроссоверленуге тура пропорционал, ұқсас хромосомалардың арасында алмасу жүреді, және айтып өттік, кроссоверлену жиілігін анықтау үшін кроссоверленгендерді 100-ге көбейтіп, барлық хромосома санына бөледі екенбіз. Хромосомалық теорияны ұсынған ғалым бізде Томас Морган екен. Құрметті оқушылар, енді біз сіздермен осы тақырыпты толықтай қарадық. Мен сіздерге түсіндірген тақырыбым сіздерге түсінікті болды ғой деген ойдамын. Сіздерден сұралатыны слайд презентациядағы негізгі ұғымдарды дәптерге жазып алыңыздар, және онлайн тест платформасындағы тестті шешуді ұмытпадыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Құрметпен, ардақ мұғалім.